Ассалаумағалейкум, сіздермен ауылдағы гараж. Бүгін бізде споттердің екінші бөлімі. Споттердің бірінші видеосын көрмеген болсаңыз, міндетті түрде өтіп көргеніңіз дұрыс. Сол кезде мына видео түсініктірақ болады. Бізде жалпы жағдай мынандай болып тұр. Қазір қорапқа жинап жатырмыз. Қорап болғанда микроволновканың қорабына асты жағын алдық микроволновканың. Оның үстіне мынандай ағаш орнаттық. Өйткені өзінің қаңылтыры жұқа екен, мына ауырлықты көтере алмай қалатын болды. Ағаш жерін тапқан ағашымызды бүйтіп қатырып қойдық қаңылтырға. Үстіне мына трансформаторларды қатырдық. Екі шуруппен әрқайсысы мына қатып тұр. Мына жаққа мына пускательді қатырдық. Мыналарды мынандай клеймен құйып жабыстырып қойдық. Мына жерде бізде блок питания. Блок питанияны аштық толықтай. Мына жақта реле бізде. Бәрін осылай жабыстырып қойдық. Мына жерге мынандай вентилятор қойдық. Енді бізде мына ішіне оралған обмотканы, вторичкаға оралғанды қайта кесіп, мына жерден бізде мынаумен екеуін тізбектей шығарып, мынаны параллель қоссақ деп отырмын. Оның үшін мынандай бүйтіп, әрқайсысына бүйтіп бөлек-бөлек шығардық. Әрқайсысы болғанда тек мына біреуі. Міне. Көрініп тұр ма міне. Бұл бізде ең басында сварканың бір ғана кабельді кескен кезде мынандай 8 мм болып тұрған кабель болатын. Қысқан кезде бұл 5 мм болып қалды. Осыны 5 мм-ді мынандай термосоткамен орап, ішіне тықтық. Мына жерде енді қазір көріне ме 4 қабат негіз. Ал мына жақтағы кабельдің қалыңдығы бізде 1 см болатын. Что-то күннен күнге азайып бара жатыр ма? Қазір 1 см-ге жетпей тұр. Енді неге бұлай бөліп істеп жатырмыз? Мына кабельмен тұрған кезде біз енді жұмыс істеп көрген жоқпыз, шыны керек. Бірақ вольт мен ампер сәл аз сияқты көрінді. Сол себептен осылай бөлдік. Мына жерде енді біз тізбекте жалғасақ вольт көбейеді. Алдыңғы видеода көрген болсаңыздар, үшеуінің қосындысы бізде қателеспесем 5-6 вольт болатын. Ол дегені әрқайсында 1-8 вольттан шығатын болатын. Енді қазір біз мына екеуін тізбектей жалғаймыз. Тізбектей болғанда міне. Мына жақтан кіреді, бір айналады, шығып қайта кіреді мына жаққа. Сөйтіп былай шығады міне. Осы бізде тізбектей. Бұған бізде параллель мынаны қосамыз. Бұл деген сөз мына жағындағы шыққанды, мынаның мына жағында шыққанға қосамыз. Мынаны екеуін былай. Ал мына шыққанды мына жаққа қосамыз. Сол кезде бізде мына екеуіне параллель жалғанады. Бізде мына жақта енді орамның 4 орам болған себепті вольты да кішкене көбейетін шығар, ампер де көбейетін шығар деп ниет етіп отырмыз. Қазір енді қосып көрейік. Бұлай параллельно қосып қойдық. Мына жақтан шыққанды мынаның шығатынмен бұл барып бізде массаға кетеді. Ал мына жақтан шыққанды мына жағындағы шыққанға қоссақ, бұл бізде пистолетке кетеді. Қазір біріншенді қанша вольт шығып тұрғанын тексеріп көрейік, сосын жабыстырып көреміз. Мультиметрде айнымалы 20-ға қоямыз. Мына жақтан массаны ілдіріп қойдық бір жағына, екінші жағын пистолет келдіреміз, басамыз. 3-8. Жалпы 3-8 екі трансформатордың күші болып тұр қазір бізде. Вольт енді күшейген жоқ. Қалай жабысатынын тексеріп көрейік. Жабыспай тұр. Мүлде жабыспай тұр. Бізде вольтпен қоса амперді азайып кеткен сияқты. Ұшағы шоқ болып тұр, бірақ ішіне сіңбей тұр. Бізде қазір енді дұрыс жабыспай жатқан себебі вольттың аздығынан болып тұр ма, нақты білмей тұрмын. Бірақ алдыңғы видеоны көрген болсаңыздар, о жақта мына кабельдің жіңішкелігінен осындай болған болатын, дұрыс жабыспай. Кабельді мынандайға қалыңдаттық біз. Сол кезде нормально жабысқан болатын. Енді қазір соған көз жеткізу үшін нақты вольттан ба, амперден ба мынаны тізбектей жалғаймыз қазір. Мынадан шыққанды мынаның кіретіне жалғаймыз. Сол кезде бізде вольты көбею керек. Мұны былай қостық. Масса кіріп шығады. Мына шыққанды мынаның кіретімен қостық. Мұны одан шыққан мұны бізде пистолетке кетті. Тізбекте жалғап қойдық. Тексеріп көрейік, қанша беріп тұр екен. Мультиметрге қосып қойдық. Тексеріп көрейік. Жетті 5 көрсетіп тұр. Тізбекте жалғағасын бізде вольт 2 есеге көбейді. Яғни мына екеуінің беріп тұрған вольтын мынаның жалғыз өзі беріп тұр. Өйткені мына жақта 4 орам, мына жақта 2 орам.
Енді бізде қазір 7,5 вольт беріп тұр. Осы вольтпен қалай жабысатынын тексеріп көрейік. Жабысып тұр, бірақ әлде әлсіз сияқты. Мынаның ұшы ғана қызып бара жатыр. Түбіне сіңіп атқан жоқ. Менің білімсіз ойым қате болып шықты, бірақ біраз нәрсе түсіндім. Мына жақта орам саны көбейген сайын вольт артады екен, ал кабель жуандаған сайын бізде ампері көбейеді екен. Бағана салыстырып көргендегідей 3,8 бен 7,5 вольттың айырмашылығы жабысқан кезде жер мен көктей емес. Сол себепті бұл жерде вольт маңызды емес деп ойлап тұрмын. Енді бізде мына жақта кабельді жуандатып, үшеуін де параллельно қосып көреміз. Споттерге бізге пулер керек болады. Сол пулерді енді қолдан жасап көреміз. Интернеттен қарап шықтық. Оның үшін мынандай герметиктің пистолеті керек болады екен. Мына жерінен кесіп тастаймыз. Мына жерінде кесіп тастаймыз. Сосын ар жағын енді бізде қолда бар темірлермен құрастырып шығамыз. Пистолетті шашып, былай кесіп, мына жағына трубамен шайба бар етіп қойдық. Мына трубаға бізде мынау кіреді, мына. Мына шайбаның енді мынадан кішкентайын таппадық. Бары осы екен. Мына пистолетке өзін варт ете алмадық. Өйткені мынау алюминий екен бізде. Сол себепті мына жерден бүйтіп сымды өткізіп, үстінен тартқызып қойдық. Ішіндегі сымына мына жағын кесіп, бір жағын мынандай резва варт еттік. Бұл резва мынау кіру үшін. Мына жақта бізде енді қолда бар темірлерден мынандай жасадық. Мына жерде қалың лист бар екен, соны кесіп алдық. Білмеймін, 2 сантиметр ма. Размерін білмеймін, әйтеуір көзге қалай көрінеді, солай кесе салдым, өлшеген жоқпын. Мынау бізде, по-моему, 20-лық па 25-лік труба. Асты жағында мынау кәдімгі 6-лық сымды майыстырдық. Пробаға көрейік қалай болатынын. Қазір енді жинап көрсетейін. Пистолеттің жиналған көрінісі мынандай болады. Неге бұлай мынау мен мынаны екі бөлек етіп жасағанымыз, өйткені мынаның бұйырса алдағы уақытта үлкен кішкентай диаметрде тағы жасайтын боламыз. Соған ауысу үшін ыңғайлы болсын деп осылай жасадық. Мұны былай кіреді бұл. Мына резваға бізде мынау қатады. Сосын мына жағына бізде споттердің пистолет кіреді. Енді мынау бірден оның ішіне кіріп кетпей, сол себепті ұшынан мынандай насадка сияқты кесіп қойдым. Сәл болса да қалыңдатады. Бояп қойдық. Бірақ бізде мына жерде кішкене люфті көп сияқты. Жұмыс барысында қалай болатынын көреміз. Біріншіден споттер толықтай бітіріп ала берейік. Енді негізі мынаның да басына ілдіретін де керегі жоқ. Прям мынаның өзін ұштап, өзімен жабыстыра беруге болады. Интернеттен көп адам бірақ мына жерден пистолетті осы жерге ілдіретін еткен. Мына жағына емес. Осының өзінде мынау аралықта потеря болатын сияқты. Қазір енді споттер бітсін, сосын тексеріп көреміз. Мына жағына ілдіреміз. Бұл жағына енді потеря болып қызып кетіп жатса, онда бас жағына ілдіретін боламыз. Кабель жуандатып орнына салып қойдық. Бізде мына кабельдің қазір жуандығы ең кішкентай жері 11 мм болып тұр. Ал біз мына жаққа сварканың мынандай кабелінен 4-еуін жібердік, мына жаққа 4 қабат. Мынаның өзі бүйтіп қысып өлшеген кезде 5 мм болып тұр. Ал 4-еуін жіберген кезде бізде 20 мм болу керек болатын. Бірақ бәрінің 4-еуін қосып, қысып, айналдырып өлшеген кезде бізде 11 мм шығып тұр. Не екенін білмеймін, әйтеуір кішірейіп кете береді, солай бір-бірінің арасына кіріп тығыздала бере ма. Біздің ол жақта мынаған кигізетіндей жуан термоусадка табылған жоқ, сол себепті 2 қабат изолента орап қойдық. Мына жақта енді қазір параллельно қосып қойдық. Біріншілермен біріншілер, екіншілермен екіншілер, міне былай қосып қойдық. Қазір енді бізде параллель қосқаннан кейін 1,8 вольт болады үшеуі. 1,8 вольт қалай жабысатынын тексеріп көрейік. Нәтиже айтарлықтай емес, алдыңғыдан сәл жақсырақ. Дұрыс жабыспай тұр. Тағы да нәтиже жоқ. Енді бізде соңғы ғана вариант қалды. Ол мынаны тізбектей қосу. Одан басқа вариант жоқ, өйткені бізде кабельді одан ары қарай жуандата алмаймыз. Мынаның ішіне сыймайды. Осының өзін әрең сыйғызып қойдық.
Қазір енді тізбектей қосып көрейік. Нәтиже болса болды, болмаса үлкен трансформатор алуға тура келеді. Тізбекті жалап қойдық, міне масса кіреді, мына ішіне айналып шығып мынаған кіреді, міне бұдан шығып мынадан былай қарай кетеді, сосын барып пистолетке барады. Араларына мынандай кабельдің сырттарын қойып қойдық, бір-біріне тиіп қалмасын деп. Ал тексеріп көрейік. Нәтиже бар, нормально жабысып тұрған сияқты. Bismillah. Жақсы нәтиже беріп тұр. Енді пулерді көрейік, қалай жабысатынын. Кішкене жабысып тұр, нормально былай. Бірақ әлсіздеу сияқты. Мына ортадағы сым қызды бізде. Мына артына әлдіріп қойғанымыз дұрыс емес болып тұрған сияқты. Осы аралықта бізде тоқ жоғалып кетіп жатыр ма, немесе мына сым бізде жіңішкелі кетіп тұр ма, соны тексеріп көру үшін пистолетті мына басын әлдіріп көреміз. Мына пистолеттің бас жағына мынандай клемма қысатынды кигізіп, мына жағын сверлетіп резваның ішіне кіргіздік, арт жағына шайба бар еттік, басының насадкасын кигіздік. Бісміллә деп тексеріп көрейік. Кәдімгідей томпайтып тастады. Жақсы нәтиже болды деп ойлаймын. Камераға дұрыс көрінсін деп мына жерде кішкене майыстырып қойдым. Қазір қалай шығаратынын көреміз. Алысып жүріп әйтеуір бір нәтижеге жеттік. Шүкір, енді мынаны жинап тастамас бұрын қалай болып тұрған бәрін бір көрсете кетейін. Мына жақтан 220 кіріп тұр. Бұл күретті бізде автоматтың астыңғы жағына барады. Автоматты мынандай қаңылтырмен артынан қысып, ал жағына былай шығарып, шуруппен қатырып қойғанбыз. 220 астынан кіреді. Үсті жағынан бізде міне бірден пускательге барады. Сосын мына блок питанияға барады. Пускательден 2 кабель релеге барады. Міне астында қоңырмен мына екеуі барады. Бұл бізде реле қосылған кезде мынаған 220-ны өткізіп жібереді. Оны қосу үшін бізде блок питаниядан бір кабель кеп релеге кіреді. Екінші кабель пистолетке барып, пистолетті басқан кезде өткізіп жіберіп, реленің екінші жағына келеді. Сол кезде бізде пускательді тартады. Пускательді тартқан кезде мына 220 өтіп кетіп, мына жақта трансформаторларға барады. Мына жақта автоматты қосқан кезде бірден вентилятор қосылатын еттік. Ішке қарай өрлейді. Жалпы менің түсінгенім, мына жақта вольты мен ампері қатар жүру керек екен, біреуі аз болып қалуға болмайды екен. Сосын мына жақта үшеуін параллель қосуға болмайды екен. Бізде үшеуін параллель қосқан кезде 1,8 вольт, 1,8 вольт ол жеткіліксіз екен. Қазіргі тізбектей қосқанымызда үшеуі бізде 5,6 вольт беріп тұр. Өкінішке орай амперін өлшей алмаймыз. Кабельдің қалыңдығы бізде ең жұқа жері 11 мм. Мына жерден бастап 3 трансформатордың ішіне айналып өтіп, мына жерге келгенше бізде 2 метр кабель кетті. Осы жерден бастап массы бізде 1,5 метр ұшына дейін. Мына жақта пистолетке бізде 1,60 жібердік. Трансформатор енді әр түрлі болады. Сіздерге енді салыстыру үшін бұлай метрмен өлшеп көрсетейін. Мына 8,6. Бұлайына 8-ге жетпей тұр. Биіктігі 7. Кабель тұратын жер 1,4. Биіктігі 2,7. Негізі ыңғай келсе үлкенірек трансформатор алған дұрыс. Өйткені арасына жуандау кабель салу үшін. Споттерімізді жинап біттік. Микроволновканың қорабын жартысынан кесіп қатырдық. Үстіне енді ручка қоя алмадық, өйткені темірі жұқа, астынан көтереміз. Жалпы осымен бүгінгі аяқтаймыз. Видеоны лайк басып арнаға тіркеліп достарыңызбен бөлісе жүріңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.